Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге апамның рецепті бойынша асқабақ қосылған орама нанды дайындауды ұсынамын. Ингредиенттер өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керек ұн, тұздалған су, күнбағыс майы және жұмыртқа. Терең ыдысқа аталған ингредиенттерді салып, қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болып кетпеу үшін суды аз-аздан қосу керек. Қамыр дайын болғаннан кейін оны тегіс болғанша илеймін. Илеп болғаннан кейін қамырды 1 сағаттай тынықтыру керек. Қамыр тыныққанша салмасын дайындаймыз. Салма дайындау үшін бізге керек ингредиенттер: сиыр етінен фарш, асқабақ, пияз және дәмдеуіштер. Алдымен аталған ингредиенттерді ыдысқа саламыз. Асқабаққа қант қосып араластырамын. Тартылған ет және пияздың бетіне тұз және қара бұрыш салып араластырамын. Бұл күйде шамамен 10 минут тұру керек. Содан кейін барлық ингредиенттерді араластырамын.
Дайын қамырды жайып аламын. Қамырды жайып болғаннан кейін екіге бөліп күнбағыс маймен майлаймын. Дайын салманы жайған қамырдың бетіне салып, бір келкі таратып орап аламын. Қамырды қалай жаятынымды толық нұсқасын манты рецептін көрсеңіз болады. Орама нанды алдын ала майланған ыдысқа салып, баяу отта 45 минут пісіремін. Мінекей орама нан дайын, өте дәмді болып шығады. Отбасыңызға ұсынып дайындап көріңіз. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.